Қайырлы күн достар, мен бүгін сіздермен фудблогерлерге арналған өте ерекше пайдалы видеомен бөліспекшімін. Тәттілеріңізді, торттарыңызды суретке түсіру үшін осындай фотофонды үй жағдайында қалай жасауға болатынын көрсетемін. Осы фотофонды мен интернеттен 15 000 теңгеге көрдім, ал жолдасым маған оны 2400 теңгеге өзі қолдан жасап берді. Мен жолдасымның еңбегін бағалап, видеоның соңына дейін қарап, арнаға тіркеліп, өз пікірлеріңізді қалдырып кетулеріңізді сұраймын. Біздің фотофонымыздың көлемі 60-60 болғандықтан, мынандай панерді немесе дыспыны 55-55 етіп қырқып алдық. Енді осындай жіңішке жақтауды осы дыспының астына шегемен қағып шығамыз. Екінші рамкамызды да осылай асты жағынан жақтау қойып, кішкене шегелермен қағып аламыз. Барлық мынандай дыспыларымызға астына рейкаларын қағып алдық. Не бірге астына бір рейка қағамыз. Екіні мына екіге мына астына қақтық және мына жанына қақтық. Екіге міне пол, үшіншісі полы. Мына жеріне қақтық. Екеуінде осы жерге бекітеміз. Және астына да бір тегіс болсын деп осылай қағып шықтық. Осындай сурет шығардым, размері 60-60. Енді осыны бірінші дыспымызға жабыстырып шығамыз. Өзі жабысатын материал, мына жерін ашсам, өзі ашылады. Ашып, осылай барлығын ашып жабыстырамыз. Осылай шетінен бастап үстін баса отырып жабыстырып шығамыз. Сонда бір тегіс шығады. Артындағы қағазын осылай алып тастаймыз. Мұнда екінші стена. Екінші стенаны да қағазын жабыстырып қойдық. Астындағы полын жабыстырып жатырмыз. Плакаттарымызды мінеки дыспыға қағып жабыстырып шықтық. Енді бұрыштарын біріктіріп шегемен қағып шығамыз.
Достар, осылай шегемен барлық жерін қатырып болғаннан кейін біздің фотофонымыз дайын болып шықты. Осындай әдемі және қолжетімді бағада өздеріңіз жасап алуларыңызға болады. Жасалу жолы мүлде қиын емес. Егер сіздерге менің видеом пайдалы болса, арнаға тіркеліп, лүпіл басып, пікірлеріңізді қалдырып кетуді ұмытпаңыздар. Сіздердің әрбір пікірлеріңіз мен үшін аса маңызды. Барлығын оқып шығатын боламын. Арнама тіркеліп қойыңыздар, алда көптеген пайдалы видеолармен бөлісетін боламын. Келесі шығарылымда дәл осылай торт қоятын подставканың жасалу жолымен бөлісемін. Жіберіп алмау үшін қоңыраушаны басып қойыңыздар.